Сәлем достар! Сіздермен бірге Диана. Бұл ағылшын тілі сабағы бастапқы деңгей 8-ші сабақ. Бүгінгі сабақ тақырыбы сұраулы сөздер. Ең алғашқысы what, яғни кім, не, қандай деген мағынаны білдіреді. Мысалы, оның аты Алина дейік. Her name is Alina. Оның аты Алина ма? Is her name Alina? Оның аты кім? What is her name? Демек, сұрақ қойғанда арнайы сұраулы сөздерді пайдаланып. Ең алғашқы бізде сұраулы сөз кетеді. Кейін сұрақ қойғандағыдай біздің білетін структурамыз. What is her name? Кейін сенің атың кім деп сұрасақшы. What is your name? Жауап бергенде my name is Diana. Мысалы, do you like tea? Саған шай ұнайды ма? Do you like tea? Ал саған не ұнайды деп сұрақ қойғанда? What do you like? What do you like? Ал сен не қалайсың деп сұрақ қойсақ? What do you want? What do you want? Және де what сөзі қандай деген мағынада қолдану үшін. Мысалы, what books do you like? What books do you like? Саған қандай кітаптар ұнайды? What colors do you like? What colors do you like? Саған қандай түстер ұнайды? Және де келесі сенің телефон номерің қандай? What is your phone number? What is your phone number? Жауап бергенде my phone number is. Және де ағылшын тілінде егер сіз өзіңіздің ұялы телефоныңызды айтатын болсаңыз, онда сіз әрбір санды бөлек-бөлек айтуыңыз керек. Мысалы 8702 дейік. 8702. Және де бізде 0 дегеніміз 0, бірақ біз айтқанда телефон номерді біздің 0 O-ға ауысады. 8705758785. Келесі бізде where, яғни қайда деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I live in Kazakhstan. Мен Қазақстанда тұрамын. Және де сіз сұрақ қойғанда бізде мағыналы етістік бар бұл жерде. Демек, біз сұрақты do немесе does бен қоямыз. Where do you live? Where do you live? Сен қайда тұрасың? Мысалы, менің телефоным қайда дейік? Where is my phone? Where is my phone? Демек, жекеше түрде тұратын болса, бір телефон is қолданасыз, ал мысалы менің кілттерім қайда десекші. Кілт бізде key, көпше түрде keys. Where are my keys? Where are my keys? Және де көп таралған сұрақтардың бірі, сен қай жақтансың? Where are you from? Where are you from? Яғни сен қай жақтан келдің деген мағынаны білдіреді. Where are you from? Кейін жауап бергенде I am from Kazakhstan. I am from Kazakhstan. Мен Қазақстаннанмын. Келесі сұраулы сөз бізде when, яғни қашан деген мағынаны білдіреді. Мысалы, when do you eat breakfast? When do you eat breakfast? Breakfast дегеніміз бізде таңғы ас. Сен таңғы асты қашан жейсің? When do you eat breakfast? Және де бізде breakfast, lunch, dinner сөздері артикльсіз қолданылады. Кейін жауап бергенде I eat my breakfast at 8 a.m. Және де біз белгілі бір уақытпен айтқанда at көмекші сөзін қолданамыз. I eat my breakfast at 8 a.m. Және де сенің туған күнің қашан дейік? When is your birthday? When is your birthday? Және де достар шатасып қалмаңыздар. Егер мысалы when is your birthday? Бұл жерде бізде ешқандай мағыналы етістік жоқ қой. Мысалы eat, want деген сияқты. Сондықтан біз to be етістігін қолданамыз. Және де сұрақ қойғанда да міндетті түрде әрбір сөйлемде етістік болу керек. When is your birthday? Келесі сұраулы сөз бізде why, яғни неге, не үшін деген мағынаны білдіреді. Мысалы, сен неге шайды жақсы көресің? Мысалы, do you like tea? Сен шай жақсы көресің ба? Ал неге де үшін бар болғаны why сөзін сөйлемнің басына қоямыз. Why do you like tea? Why do you like ice cream?
Және де мысалы he is so sad. He is so sad. Sad дегеніміз көңілсіз деген мағынаны білдіреді. So дегеніміз өте деген. He is so sad. Ол өте көңілсіз. Неге ол көңілсіз деп сұрау үшін? Why is he so sad? Why is he so sad? Келесі сұраулы сөз which. Which, яғни қайсы деген мағынаны білдіреді. Мысалы, сіздің алдыңызда көп балмұздақ түрлері тұр екен. Мысалы, шоколад дәмімен, құлпынай, және де сізден сұрайды, қай дәмді қалайсыз деп. Сонда which flavor do you want? Which flavor do you want? Және де мысалы көп көліктер тұр. Сосын сұрайды сізден, қайсы көлік сенікі деп. Which car is yours? Which car is yours? Келесі сұраулы сөз бізде who. Who. Және де ол басқа сұраулы сөздерден кішкене айырмашылығы бар. Who'ның мағынасы кім деген мағынаны білдіреді. Және де сіз осы who сөзін қойып сұрақ қойғанда, сіз сұрақты тікелей бастаушыға қоясыз. Сондықтан біз мысалы кімге балмұздақ ұнайды деу үшін who likes ice cream. Кім балмұздақты қалайды? Who wants ice cream деп қоямыз. Достар, әдеттегідей сабақты қорыту мақсатында бірге тест жұмысын орындайық. Қазір экранның алдында тест шығады. Және де сіз жақшаның орнына сұраулы сөздерді қою керексіз. Мысалы, ең біріншісі, сен не жегің келіп тұр? Демек, не бізде what. What do you want to eat? Келесі, are my keys. Менің кілттерім қайда? Қайда бізде where. Келесі, неге, не үшін сен балмұздақ жақсы көресің? Why do you like ice cream? Келесі, оның туған күні қашан? Қашан бізде when. When is her birthday? Және де ең соңғысы dance дегеніміз бізде билеу. Кім билегісі келіп тұр? Сұрақты келе бастаушыға, демек who wants to dance. Достар, бүгінге осы. Егер сіздерге видеоны ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Сонымен қоса каналға жазылыңыздар. Келесі сабақта кездескенше, бай-бай!